қазақ неге біз әлсіреп кеткенбіз? Қазір таңда неге сол баяғы Абай, Құнанбай, Шәкәрім сияқты сонда үлкен тұлғалар тумайды? Болмаса біз сол баяғы батырлардың, үлкен тұлғалардың ұрпақтары емеспіз? Неге біз сонша майдаланып кеткенбіз? Осы сұрақ мен мазалап, осының жауабын ана нәрседе тапқандаймын. Қазақта айтады ғой, болар бала боғынан деп. Сол сияқты қазақта абадан деген сөз бар да. Ол мына қазақта біреулер айтады, қасқырдың дейді, күшігі, болмаса біреулер айтады, арыстанның күшігі дейді мысалға. Болашақта үйірге ие болып қалатын сондай бір арасындағы мықты күшікті соны абадан деп айтады. Ал ғалымдар айтады, абадан деген әрбір еркектің белінде болады дейді. Ол дейді, алтыншы ұлдан, не болса алтыншы ұлдан кейін шығады дейді. Оған дәлел ретінде жәннатта дейді, еркектер 33 жаста болады дейді, әйелдер 18 жаста болады дейді. 33 жас деп неге оны айтады? Себебі 33 жастан әрі қарай еркектің ақылы мен дене бітімі екеуі ұштасқан уақыттан бастап әрі қарай сапалы ұрық шығады екен еркектен. Енді сөзімізді қуаттау үшін тарихқа көз жүгіртсек, тарихта дүние жүзінде ең мықты ғалымдардың бірі ол Менделеев. Енді Менделеев қарасақ семьяда 17-ші бала болған екен. Ал өзіміз арамыздағы статистика қарайтын болсақ, негізі дарынды адамдардың көбісі сондай үлкен семьялардан шыққанда. Енді ақылымызға жүгінсек, мысалға, сіз 20 жаста болсаңыз, сіздің әйеліңіз де 20 жаста болады. Сол мысалға, сіз 6 ұлды тудыртам дегенше, сіздің әйеліңіз биологический часы деп айтады, әйелдің туу, яғни баланы көтеріп туу уақыты тоқтаған кезде еркектің керісінше тудырту жағдай күш қуаты бәрі өзінде болады. Сондықтан да біздің үлкен ұлы даналарымыз Абай сияқты, Шәкәрім сияқтылар бізде екінші, үшінші әйелден туғанда. Енді алысқа бармай, біздің көршілес Ресейдің тарихын қарасақ, Ресейдің реформаторлары Борис Годунов, Иван Грозный сияқтылар, Петр I деген сияқтылар, олар екінші әйелден туған екен. Ал енді мұсылмандардың тарихын қарайтын болсақ, Мехмет төртінші дейді, Мехмет Фатих дейді, болмаса Мехмет Фатих төртінші әйелден туғанда. Айтса, пайғамбарымыз мақтап кеткен Мехмет Фатих осы кісі болған. Константинопольді жаулаған кісі. Пайғамбарымыз не деген, ол қандай керемет қолбасшы, оның әскері қандай керемет деп, осы Мехмет Фатихті мақтап кеткен. Константинопольді жаулап, мұсылмандардың иелігіне өткізген. Ал енді сол елім, жерім деген қазақсың ба? Сол қазақтың санын көбейтуге ұмытыл, иншалла. Сол қазақтың даласын осындай абадандарға толтыруға ұмытыл, иншалла. Иншалла қазақтың қыздарын далада қалдырмай 2-3-4 әйелден алып, әрқайсымыз иншалла қазақтың санын көбейтуге, қазақтың сапасын көтеруге тырысайық, иншалла.